Назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Президент ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевты қабылдады. Мемлекет басшысына еліміздің қаржы нарығындағы қазіргі ахуал мен макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қабылданып жатқан шаралар жөнінде баяндалды. Семейде су тасқынын болдырмау шаралары қарастырылды. Шығыс Қазақстан облысының прокуроры Құсайын Егембаевтың қатысуымен көктемгі су тасқынына дайындық барысы туралы кеңес өтті. Қала әкімі Ермак Сәлімовтің айтуынша үстіміздегі жылы су тасқынының алдын алу шараларына 944,5 миллион теңге бөлінген. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде су жіберу каналдарын ағымдағы жөндеу мен күтіп ұстауға 46 миллион теңгеден астам қаражат қарастырылған. Сессияның күн тәртібінде Шымкент қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу мен мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларының орындалуы, тұрғын үй коммуналды шаруашылық кәсіпорындарының қызмет тиімділігін арттыру, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тарихи мәдени мұраларын қорғау сынды 19 мәселе қаралды. 13 наурыз күні Тұмар ұлттық телевизиялық бәйгесінің жеңімпаздары анықталады. Орталық коммуникациялар қызметінде 4-ші Тұмар ұлттық телевизиялық бәйгесі номинанттарының шорт парағы жарияланды. Құрамына медиа-индустрияның отандық және халықаралық өкілдері енген қазылар алқасы өз категориясы бойынша үздік атағына 40 үміткерді іріктеп алды. Қазақстандық таэквондошылар Бельгиядағы жарысқа барудан бас тартты. Оған себеп коронавирус эпидемиясының таралуы болып отыр. Қытай Халық Республикасымен шекаралас мемлекеттерден келген азаматтарға мониторинг жалғасуда. 4650 адамға мониторинг жүргізілді. Оның ішінде бір А санаты бойынша 1217, бір Б санаты бойынша 189, екінші санат бойынша 3244 адам медициналық бақылауда болды. Барлығы 676 адам бақылаудан алынды. 11 наурыздағы жағдай бойынша барлығы 3974 адам бақылауда тұр. Монғолия, Қазақстан, Ресей және Түркияға қатынайтын жолаушылар рейсін тоқтатты. Төтенше жағдай бойынша 11-28 наурыз аралығындағы Мәскеу, Стамбул және Нұр-Сұлтанға бағытталған әуе рейстері тоқтатылған. Мемлекеттік комиссияның шешіміне сәйкес, бір әуе компаниясы рейстер тоқтаған кезде шетелдегі монғолдарды елге қайтарумен айналысады. Ұлыбританияның денсаулық министрі Надин Дорис коронавирусты жұқтырған парламенттің алғашқы мүшесі. Вирус анықталғаннан кейін барлық ұсынылған сақтық шаралары қабылданды. Қазір Дорис үй жағдайындағы карантинге алынған. Түркияда коронавирус инфекциясы тіркелді. Түркия денсаулық сақтау министрі Фахриддин Коджаның айтуынша, вирус жұқтырған ер адам жақында ғана Еуропадан саяхаттан оралған. Коджа қазіргі уақытта пациент карантинге жатқызылғанын атап өтті. Оның денсаулық жағдайы қанағаттанарлық деңгейде деп бағаланған. Сондай-ақ науқастың отбасы мүшелері және науқаспен байланыста болған адамдар бақылауға алынды. 2020 жылғы ақпанда тұрғын үйді сатып алу сатудың тіркелген мәмілелерінің саны 22977-ні құрады және өткен аймен салыстырғанда 6,1% артты. 2020 жылғы қаңтар ақпанда тұрғын үйді сатып алу сату мәмілелерінің саны өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 11,18% артты. 5 наурыз күні таңертең жергілікті тұрғындардың бірі Ақмешіт үңгірінде тапшандар мен үстелдердің өртенгені туралы полицияға хабарлаған. Сондай-ақ ол бұзақылардың үңгірдегі қазандар мен самаурынды және басқа да заттарды ұрлап кеткенін айтқан. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтап, күдіктілерді іздестіруде. Ұлттық музей 2020 жылғы 18 наурыз күні сағат 17:00-де Үндістан Республикасы Нью-Дели қаласында Үндістан ұлттық музейінде Ұлы дала уақыт кеңістік мәдениет көрмесін ашады. Көрме тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған. Халықаралық алтын адамның әлем музейлеріне шеруі көрме жобасы аясында 2020 жылғы 18 наурыз 19 сәуір аралығында өтеді. Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2020 жылғы 10 наурыздағы нөмірі 119 бұйрығымен Данара Кизат Қазалимбаева Қазгидромет шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас директоры лауазымына тағайындалды. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында палата депутаттары Асхат Дауылбаевты Конституциялық кеңесінің мүшесі қызметіне тағайындау туралы қаулы қабылдады. Жамбыл облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Шу ауданында Төле би ауылының 41 жастағы тұрғынын ұстады. Автокөлікті тінту кезінде салмағы 4 кг 630 грамм гашиш есірткі заты бар қалташа табылды. Тұрғылықты жері бойынша санкцияланған тінту жүргізу барысында 12 калибр мылтығы, 4 оқ дәрі, 12 калибрлі 4 патрон, қоймадан салмағы 30 кг 380 грамм марихуана есірткі заты табылды. Осы және өзге де жаңалықтарды толығырақ Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санынан және Егемен КЗ сайтынан оқи аласыздар.